бұрынғы Конституцияның мәтінінде прокуратура туралы бабы 83-ші бап болатын. Ол жерде прокуратура тек заңдылықты қадағалайды деп айтылған болатын. Ал қазіргі осы 1 шілдеде күшіне енетін осы қазіргі жаңа аты заңымызда прокуратура туралы бөлек бап бар. Ол 84-ші бап болып белгіленген. Және прокуратура мемлекет атынан және Қазақстан Республикасының аумағының атынан одан кейін заңдылықты сақтауды және жоғары қадағалауға заңды белгіленген шекте және нысанда жүзеге асырылады деген. Және сотта Қазақстан атынан және мүддесін қорғайды, мемлекеттің мүддесін қорғайды деп нақтыланған. Ал егер бұрынғы Конституция редакциясында ол тек қана заңдылықты қадағалайды деп жазылған. Сол нақтыланған. Лауазымын президент тағайындайды және ол бас прокурорға облыстық прокурорлар, одан кейін қалалық прокурорлар және жергілікті прокурорлар бағынады. Орталықтарының жүйе арқылы қадағалайды және осы Қазақстан Республикасының аумағында сотта мемлекеттің мүддесін қорғайды. Мысалы, кәмелетке толмаған балалардың мүддесін қорғайды мемлекет атынан, сондай істерге қатысады. Прокуратура заң мен тәртіп арқылы жұмыс істейді және Конституцияда заң мен тәртіп деген тақырып нақты көрсетілген, президентте тұжырым. Сол бүкіл аумақта Қазақстан Республикасында біз заң мен тәртіпке бағынып сайлау болады. Сол сайлауға сіздерді қатысуға шақырамыз және ол партия арқылы өзіңіздің таңдауыңызды жасап қатысуға болады және бізде бәріміз қатысамыз.